Кімсің де автоматпен келіп жатсың? Мен автоматпен келіп Ал енді Қазақстанды көрейік. Қазақстан. Бірақ ол жақта да соғыс болып жатқан жоқ қой. Ол жақта да тыныш, патшасымын. Бірақ қоя берші. Осы екі мықты елді салыстырайық. Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан. Осы елдердің керемет жерлерін айтпақпын. Видеоның соңына дейін көретін болсаң, Қазақстанның қалай дамып жатқанын көресің. Ал ендеше екі елдің қалаларын салыстырайық. Мынау Америкадағы Нью-Йорк қаласы. Бұл жерде барлық ұлт өкілдері тұрады. Және керемет ғимараттар бар. Өте танымал адамдар шыққан жер. Ал бізде, яғни Қазақстанда бұл қалаға қарсылас бола алатын Нұр-Сұлтан қаласы. Өте ерекше ғимараттармен. Екінші қаласы Голливуд. Бұл қала жайлы естімегендер жоқ шығар. Қызықты кинолардың көбі осы өңірден шыққан. Қазақстанда бұл қалаға қарсылас бола алатын Нұр-Сұлтан қаласы. Өте ерекше ғимараттармен. Үшінші қала Лас-Вегас. Бұл өңір барлық адам баруы тиіс жер. Көңіл көтеруге арналған жақсы қала. Қазақстанда бұл қалаға қарсылас бола алатын Нұр-Сұлтан қаласы. Өте ерекше ғимараттармен. Айта берсең көп енді. Ал енді осы елдердегі балалардың қарапайым жай күні қалай өтетіні туралы айтайын. Алдымен Америка Құрама Штаттарынан бастайық. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл баланың қарапайым күнделікті өмірі Америкадағы. Алаңда ойнап жүрген, бұл алаңды күзететін күзетшілер де бар. Қарапайым өмір. Ал енді Қазақстанды көрейік. Қазақстан. Мынау міне біздің барлығымыздың басымыздан өткен. Бірақ қазіргі балалар да осындай. Бірақ сіздер келіспеулеріңіз мүмкін. Жоқ, менің балаларым осындай площадкада ойнайды, ойын алаңында ойнайды. Бірақ айтайын, бірақ ол қалада тұратындар, қалада тұрмайтындар қаншама 80% Қазақстанда бір 70% шығар, 70% бала бұндай алаңда ойнамайды. Барлығы қаланың әдемі жерлерінде ғана қойылған, қалған жерлерде жоқ. Барлығымыз білеміз. Бред. Тағы бір сурет, ол 3D сурет. 3D сурет жайлы естіп пе едіңіз? Осы Америка Құрама Штаттарында бұл жақсы дамыған. Мысалы, мына жердегі көріп тұрғаныңыздай адамның қолынан сурет шықты, Кока-Кола. Көшеге әдемілік береді, иә. 3D сурет шынайыға ұқсайды. Бұл біздікі шынайы көрінеді, маған өзіме шынайы ұнайды. Біздікі даттаво жақсы шыққан, даттаво жақсы. Сапалы мамандар жалдаған, даттаво шынайы көрінеді. Біз қорыққанымыздан айналып өтеміз ғой, бүйтіп шынайы дейін деп. Үші өтіп барады, бүйтіп басын бүріп қоясың ғой, үші қорыққанымыз. Даттаво біздікі мықты сақталады, бір 10-20 жылдан сақталады. Кейін оны біреуге 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін біреу келіп, мынаны ауыстыру керек, суреттерін өзгерту керек демейінше бұл тұра береді ода концерт. Былай қарасаң, біз осымызбен мықты екенбіз ғой, американдықтардың осымен озат екенбіз ғой. Бред. Ал енді келесі сурет, осы екі елдің арасындағы үйлерді салыстырамыз. Мынау Америка Құрама Штаттарындағы қарапайым адамның үйі, күзетшісі бар. Ал мынау Қазақстандағы олигарх ауқатты адамдардың үйі. Ал қарапайым адам десеңіз, енді қарапайым адам, бірақ ең бастысы елімізде соғыс жоқ. Патшамыз аман, жұртымыз тыныш. Тәуба. Арайлап таңым, асқақтап тауым. Ол жақта да соғыс болып жатқан жоқ қой. Ол жақта да тыныш, патшасы аман. Бірақ қоя берші. Енді екі елдің жолдарын салыстырайық. Мынау Америкадағы ұзақ жолдағы көліктердің жылдамдығын азайту үшін қойылатын қағаз, негізі бұл қағаз. Ал бізге бұл технология, өздері жаңа технология деп айтады. Бізге бұл технология қашан жетіп қойды? Біз даттавы умный халықпыз. Бұл алдын ала ойлап қойыңыз, мен ойлайтын бір биіктегілер ұйықтап атама десем, сөйтсем біз ойлайтынбыз. Бұндай керемет қарқынмен дами беретін болсақ, 30 ел емес 20 елдің қатарына смело кіреміз. Әрине артынан санағанда. Жеңше ыдысын жуа берші, әзілдемей қойшы. Бүгінге осы ақпарат жетеді деп ойлаймын достар. Видеоны лайк басып беріңдер. Бұл біздің еңбегіміздің ақталғаны. Арнамызға жазуды ұмытпаңдар. Кімсің де автоматпен келіп жатсың? Мен автоматпен келіп Музыка! Рөлдерді дубляж жасаған Атагел Исмаил, Мәкіл Ғұланбай, Фарида Шәріпова, Тоғышбай Жаманқұлов.